Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Сырласайық арнасына қош келдіңіздер. Егер әңгіме ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мен онымен курортта таныстым. Алғаш көргенде жүрекке жақын, көзге ыстық болып көрінді. 15 күніміз ертегіге бергісіз болып өтті де кетті. Курорттағы қыз-қырқынның бәрі қызығады, қызғана қарайтын еді. Ол көрікті де сымбатты болатын. Қасында жүрсең өзіңді бақытты сезінесің. Әңгімелері де әсерлі, ішіңді пыстырмайтын. бір күнімізден қызықты өтті. Ол кез өмірімдегі қайталанбас ең бақытты күндерімнің бірі болған екен. Қоштасарда бір-бірімізді қимай қоштастық. Қойш, сонымен телефонмен ғана хабарласып тұрдық. Қаншама ұйқы көрмеген түндер, қаншама күндер, маза көрмеген айлар өтіп жатты. Күндердің бір күнінде ол мені өз қаласына шақырды. Қанатсыз ұшу дегенді мен сонда сезіндім. Кездестік, сағынышымызды бастық, мауқымызды бастық. Ұйқы көрмеген түндер өз ләззатын сыйлап жатты. Айтылмаған сыр қалмады, небір армандар ақтарылды. Ертесіне қайтарымда шығарып салды, қимай қоштастық. Мені шығарып салғанда айтқаны отбасының бар екені. Осы уақытқа дейін айта алмағанын, мені ренжітіп алғысы келмегенін, менен айырылып қалғысы келмегенін айтқанда, аспан айналып түскендей болды. Кешірім сұрап, қол бұлғап қала берді. Содан үйіме жеткенімше көз жасым құрғамады. Неге деген сансыз сұрақ мида қалып қойды. Қош, сонымен оны санамнан өшірдім. Өшірдім дегенім жай сөз ғана. Қандай қиын еді өшіру, ұмыту, сағынбау. Баяғы күліп ойнау жоқ, алға деген ұмтылыста жоқ. Өмірдің мағынасы қалмағандай. Өзімді алданып қалғандай сезіндім. Уақыт емші өз дегенін жасады. Ұмыттым. Арада 10 жыл өткенде, оны іздеп тауып келеді деп кім ойлаған. Сонығы бір түкпірдегі ауылдағы үйімді тауып келген. Қаншама адасып, әркімнен сұрастырып жүріп, зорға тауып алыпты. Міне ғажап. 10 жыл өткенде не мекен жайым жоқ, не телефон нөмірім жоқ қолында. Бірақ мені тауып алған. Оны көргендегі қуаныш сезімін айтып жеткізу мүмкін емес. Өкпе ренішімнің ізі де қалмаған. Кешірген екенмін. Көшеде ешкімнен қысылмай, құшақтасып, аймаласып тұрып қалыппыз. Қуаныштан көзден жастар кетіп жатты. Іздеген табады деген Құдайдың құдіретінде шек жоқ қой. Бір күн қасында болдым. Айтылмаған сырымыз қалмады. Ұмытпағанын, үнемі есінде болғанымды, сағынғанын, бәрін жеткізіп жатыр. Бірақ отбасында тастап кете алмайтынын жеткізді. Мен оны қинағым келмеді. Ұмытуын өтіндім. Ұмыт, іздеме, сағынба. Осы 3 ауыз сөзді жүрегім сыздап тұрып жеткіздім. Қимасам да тағы да қоштастық. Тағы да жүрекке түскен салмақ. Білемін, ол да мені әлі ұмытқан жоқ. Мен де оны ұмытқаным жоқ. Бірақ біздікі қосылмайтын тағдыр. Көңілдес болып өзімді алдағымда келмейді. Бұл дүниеде шын ғашықтар қосылмас. Қосылмасақ та маған махаббат деген сезімді сезіндіртіп кетті. Тағдырыма өкінбеймін. Сондай адаммен жолыққаныма, сырласқаныма өкінбеймін. Қайда жүрсе де аман болсыншы, бақытты болсыншы сол адам деп тілеймін. Мүмкін Алла бізді тағы кездесуді жасатын шығар.
мен оны сүйем, күтем. Ол менің махаббатым, сағынышым, қол жетпес арманым.